сендердің ең жақсыларың деді, тіпті не деді? Өзінің отбасына жақсы болғандары деді. Бізде жаңа соқыр тақуалар бар. Күндіз жұмыста жүріп, кешкісін үйге келеді, қирап. Бәрін жерінен бәрін қиратып келеді. Келеді де жаңа Құран оқиды отырып алып. Зікір толтырып жатырмын дейді. Жапша есікке. Зікір толтырып жатырмын, Құран оқып жатыр. Рамадан альбути деген қалмайды. Бір тиын дейді ондай зікірінде Құранында. Сенің дейді, кешке дейін күткен семьяңдағы бала-шағаң менен әйелің дейді. Сенің жан жылуына мұқтаж болуы, оларға сенің жақсылығыңды беруің, көркем мінезіңді беруің дейді. Сенің Құран оқып, зікір толтырғаннан мың есе қайырлы дейді. Кешке дейін сені күтіп отыр екен. Сондықтан бір бала тірейді екен, бір ұстаз естіп қалған, тірейді екен, Раббым деп айтады екен, мешітке келіп. Менің әкеме, нормально бар айтып, Раббым менің әкеме дейді, клиенттерімен қалай мәміле жасайды, бізбен солай мәміле жасауды нәсіп етші деп айтады дейді. Ана қара. Клиенттерге саудаңды өткізу үшін, ой, асты үстіне түсіресің ғой, майламай не қыласың мысалға да? Жоқ, кейбір нәрселерді майламай сатуға да болады деймін да. Сондай мәмілені жасап келесінде, үйіңе келіп қабағың қатыл болып келесің. Бұл үлкен мұсылманның қателігі. Жаңа баланың дұға қылып жатқан сол екен. Әкешім, Раббым, әкешіме клиенттермен қалай мәміле жасайды, бізге солай мәміле жасауды нәсіп етші. Көрдіңіз ба? Балаң сенің қабағыңа қарап айта алмауы мүмкін, әйелің сенің қабағыңа қарап айта алмауы, бірақ іштей олар нені күтеді? Бәрібір жылулықты күтеді. Сенің кешкісін келіп семьяңа беретін жылулығың бұл отбасын шайқалудан ең ұстайтын үлкен бір не? Үлкен бір биік тұғыр осы. Себеп осы. Өйткені бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям ең үлкен сүннеті.